Баршаңызға сәлем. Бүгін біз бауырдан торт дайындаймыз. Бір жасағаннан міндетті түрде шығатын бұл рецепттің қыр-сырымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде менімен бірге қалып, бұл универсалды котлеттердің рецептін толығымен көруге ұсынамын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай екі нұсқасын ұсынатын боламын. Үлкен торт тәріздес және де кіші пирожный тәріздес торттар дайындайтын боламыз. Бұл котлет омлет тәріздес өте жұқа және де нәзік болып келеді. Әркімнің көңілінен шығатын универсалды котлеттер бургер, гамбургер ретінде де столға дастарханға ұсынып, қонақтарыңызды таң қалдырыңыздар. Ол үшін бізге керек заттар бауыр, менде қойдың бауыры, сіздер сиырдың немесе де тауықтың да бауырын қолдансаңыздар болады. Сүт, май, ұн, жұмыртқа және де пияз, тұз, бұрыш керегінше. Енді бауырымыздың үстіндегі пленкасын дәл видеодағыдай барлығын алып тастаймыз міндетті түрде. Және де пиязымызды керегінше ұсақтап, бауырымыз бен пиязымыз екеуін ет тарқыштың кішкентай көзімен өткізіп аламыз. Барлық заттар бөлме температурасында болуы міндетті. Солай жұмыс жасағанға сізге ыңғайлы болады. Ендігі кезекте сүтімізді, жұмыртқамызды, ұнымызды және керегінше тұз бен ұшымызды салып, блендермен барлығын толық біркелкі масса болғанша дейін айландырып аламыз. Міне дәл видеодағыдай осындай масса болды. Ендігі кезекте майымызды ерітіп, үстінен құйып, тағы да миксермен бірлет айландырып, біркелкі масса болғанша дейін айландырып аламыз. Ендігі кезекте дәл құймақ пісірген секілді табаныңызды толығымен қыздырып алған соң, астына сәл шемішкен майын жағып, осылай құймақ құйғандай құйып, қалақшаның көмегімен өзіңізге әртүрлі формалар ретінде келтіріп, өзіңізге ұнайтындай осылай пісіре бересіз. Жасалу жолы оп-оңай, дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай ешқандай қиындық тудырмайды, табағыңызға жабыспайды. Міндетті түрде осылай жасап көріңіз. Әрбір жағы шамамен 2-3 минутте пісіп қалады. Дәл осы рецепт бойынша менде 24 диаметрімен 3 торт шығарамын, 5 этажды 3 торт, яғни да барлық құймақтың саны 15 құймақ шығарамын. Және дәл осы рецептпен сіздер котлет тәріздес етіп қалынырақ қып құйып, қасына гарнирмен ыстық тамақ ретінде ұсынсаңыздар болады. Ал мен сіздерге осы торттың екінші нұсқасын ұсынайын деп отырмын. Өз басым осы түрін өте жақсы көремін. Кішкентай пирожный тәріздес торт жегенге де, қонақтарыңызға да ұсынғанға өте ерекше бір түрі. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай аздап қана құйып, домалақ тәріздес еткізіп, әрбірін осылай пісіріп аламыз. Міне дәл өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай бауырдан жасалған котлеттеріміз дайын болды. Майы жоқ деп те айтуға болады. Енді менен сіздерге лайфхак. Егер де кішкентай котлет жасайтын болсаңыздар, оны морозильникке салафанға салып, сақтағанға өте ыңғайлы және де керек кезде қонақтарыңызға жібітіп, дастарханға салып ұсынсаңыздар болады. Және де кемінде 1 айға дейін сақтауға болады. Енді салмасын дайындаймыз. Менде классикалық түрі, оған сәбіз, сарымсақ, майонезді қолданамын. Барлығын үкіштің кішкентай көзімен өткізіп аламын. Және де әрлегенге укропты қолдандым. Әркімнің өзінің талғамына байланысты піскен сәбізді де қолдануға болады, немесе көбінесе қызылшаны қолданып жатады. Әркімнің өзінің идеясына, талғамына байланысты. Енді дәл видеодағыдай әрбірі осылай қабатына жағып салмамызды әрлеп шығамыз. Қазіргі кезде салмасына әркімнің өзінің талғамына байланысты майонездің орнына сметана немесе сүзбелі ірімшіктер қолдануға болады. Әркімнің өзінің идеясына байланысты. Бұл кішкентай котлеттеріміз үлкен болып жатса, ортасынан қаққа бөліп, қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады.
Енді әрлеу жағы әркімнің өзінің қалауынша әрлеп шығасыздар. Осымен біздің бауырдан жасалған тортымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі тіл үйіреді. Егер де менің рецептім сізге ұнап жатса, қазақша контентті қолдау мақсатында лайк басып, комментария жазып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, ас болсын.